Ойбай, мен қазір қырғын ақыл айтам. Адамның өмірі қай кезде мәнін жоғалтады? Өзінің өмірінің құндылығын түсінбеген кезде, біреудің өміріне қызыққан кезде. Мысалы, қазір Инстаграмда біз бір-біріміздің артымызда аңдып отырмыз ғой, былайынша айтқан кезде, не істеп жатыр екен деп көріп. Бойдақ қыздар тұрмысқа шыққан қыздарға қызығады. Тез тұрмысқа шығып кетсем екен, ойбай дейді, 180-мен тұрмысқа шығып кетеді. Ал тұрмысқа шығып баласы бар қыздар бойдақ қыздарға қызығады да. Мына қазақта айтады ғой, қуана білгенге құт, бағалай білгенге бақ қонады деп. Біз осы сәтімізді бағаламаймыз, бар нәрсемізді. Мына баламыз бар ғой біздің, осындай дәрежеге жеттік қой деп арт жағымызға істелген жұмыстарға, атқарған еңбекке қарамаймыз да, жылтыраған нәрселерге құмартамыз. Сондықтан қуана білгенге құт қонады деп, өзімізде бар нәрсеміздің қадірін біліп, соған қуана білетін болсақ, шын мәнінде бақытты болады екенбіз. Бақытты болыңыздар. Сол айта салайыншы дегенім. Жақсы.